Бәріңе сәлем достар, сіздер Димари каналындасыздар. Алдыңғы видеода 10 лайк жинады. Сол себептен мен жаңа видео дайындап қойдым. Келесі видео каналда 50 подписчик болғанда немесе 15 лайк жинағанда болады. Ренжімеңіздер енді, бұл шарттарды сіздерге орындату себебі мен бостан босқа уақытымды құртып жүрген жоқпын деген ниетпен айтып жатырмын. Ал видеоның тақырыбын айта кетейін, мен әр видеода басқа елдердің ойындары және кинолары жайлы айтып кеттім. Былай қарасам арнам қазақша контент, бірақ та қазақша тікелей еш нәрсе жоқ. Сол себепті мен қазақша кино комедия жайлы подборка жинадым. Ал осымен тоқтала келе топ 5-імізді бастайық. Бесінші орында бизнес по-казахски. Басты кейіпкер қарапайым бизнесмен Жомарт. Жақын арада оның бизнесі жаңа табыс әкелейін деп тұр. Оның проектінде жақсы инвестор қызығушылығын көрсетеді. Ең маңызды сәтте бүкіл қол астындағы адамдар жұмыстан шығып кетеді. Бірақ та басқа елде туысқандық деген біздікінде емес. Жомарт өзінің почти бизнес не екенін білмейтін туысқандарын жұмысқа алады. Енді Жомарттың бизнесі не болады екен? Hello, how are you? I find six. And you? Excuse me? Я не слушаю казахстанских певцов. Они все такие безвкусные, у всех одинаковые прически, одним словом. Төртінші орында больше чем кино. Басты кейіпкер жас режиссер, оның арманы кино түсіру. Бірақ оның кино түсіруге дым қаражаты жоқ. Сол себепті ол кішкентай балалар тележобасына режиссер болып кіреді. Сол түсірілім алаңында арзан фильм түсіруге болатынын түсінеді. Оған қазір керегі бүкіл топ пен актерларды көндіру. Жас режиссердің арманы орындалар ма екен? Лучше сразу убей меня. Я хочу, чтобы меня воспринимали как серьезного актера, а не как груду мышц. Думаю, в этом фильме у меня получится. Можно еще раз? Давай быстрее! Да, мне очень понравилось. Мы снимали кино про кино. Үшінші орында келінка Сабина. Басты кейіпкер кішкентайынан ерке өскен қыз. Оның аты Сабина. Сабинаның бұрынғы арманы бір шейыққа тұрмысқа шығып Дубайда тұру. Бірақ та бұл арманы орындалмайды. Күнделікті жүретін клубынан Сабинаны алып қашып кетеді. Алып қашып кеткен күйеу бала ауылдікі болып шығады. Ауылды көрмеген Сабина қатты қиналады. Осы қиындықтарды шешу үшін ол барын жасайды. Қазіргі Сабинаның арманы ауылдан қашу. В этом ауле я встретила своих новых друзей. Гөлөшпен болмайды. Братан, мой жена здесь, администраторы. Бізде гөлөш контроль болмайды. Так получилось, что именно там... Хотя зачем рассказывать? Смотрите сами всю правдивую историю Келинки Сабины. Екінші орында ограбление по-казахски. Басты кейіпкер Рүстем. Ол тәуелсіз және бай өмір туралы армандайтын қарапайым банк қызметкері. Рүстемнің 3 досы бар. Олардың жолы болған секілді. Олар Қытай мафиясының 10 миллион евро ұрлап алады. Олар бұндай қиындық болады деп ойламаған. 4 достың артынан Қытай мафиясының келлері көз тігеді. Олар әр қадамын аңдап басу керек. Бір дұрыс емес нәрсе жасаса өліп кетулері мүмкін. Ал енді балалар өз өмірлерін сақтап қала ала ма, әлде жоқ па? Жігіттер, плансыз ограбление қалай жасаймыз? Ограбление по-казахски жасаймыз. Бірінші орында каникулы офлайн. Бұл 3 дос жайлы болмақ. Үшеуі де студент, бірақ та өз істерін ашуға шешім қабылдайды.
Қаладағы балаларға ауылдан этнолагерь ашу идеясы келеді. Бұл лагерде ұлттық салт дәстүрлер мен өмірлік туралы білім алады. Лагерь тікелей ашылады, бірақ та балалардың ата-аналары қандай лагерге кеткенін білмейді. Бұл лагерде балалар жаңа өмір көреді. Бұл киноны өзім көрдім, сіздерге толықтай кеңес бере аламын. Мы, конечно, понимаем по-казахски, но не говорим по нему. Турасы сияқты екен. Не говорит, но понимает. Сен қыздарың атты тек қана зоопаркте ғана көрген ғой. Каганет балам, айтсам әкешмешті. Мощный туса жасаймыз ба? Одну песню на казахском не знаю. Пока не споешь, никуда не пойдешь. Это моя вечеринка. Что это такое? Скриптонит. Я же тебе сказал что-нибудь казахское. Но он же казах. А что дальше? Если хотите узнать дальше, то подписывайтесь на мой инстаграм. Эх, наконец біттім. Шыны керек топ-5-терден шаршап кеттім. Шетет пыстырып жіберіп, бірақ та осы топ-5-терден ең көп просмотр жинағым. Сол себептен ғана жалғастырып жүрмін, аты жалғастырмайтын едім. Егер де сіздер менің контентімді ауыстырғыларыңыз келсе, комментарийға менен қандай видео көргілеріңіз келетінін жазсаңыздар болады. Қазір чисто менің ВК-да достарым коммент қалдырады дейсің ғой. Так, достар, сіздермен болған Деймари арнасы. Лайк пен подписканы ұмытпаймыз. Келесі кездескенше.